Мен Сартай Нұрислам Иясянов атындағы Әулиекөл орта мектебінің 6-шы сынып оқушысымын. Ыбырай Алтынсарин әңгімелері. Жаман жолдас. Екі дос жолдасып келе жатып бір аюға кездеседі. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз ауру болса, екіншісі мықты. Жас жігіт аюды көрген соң ауру досын тастап, өзі ағаштың үстінен шығып кетіпті. Ауру кісі болса ағашқа шыға алмай, өлген кісі секілді жерге жата кетті. Аю бұл жатқан кісінің қасына оны иіскеп тұрып, дыбысы білінбеген соң жөніне кетіп қалады. Әлгі дос жігіт басынан түсіп ауру кісіден аю құлағына сыбырлап кетті деп сұрайды. Ауру досы: аю құлағына ақыл сыбырлап, екінші рет тар жерде жолдасып тастап, қашатын достарымен жолдас болма деді деп жауап беріпті.